Ассалаумағалейкум құрметті достар, менің атым Ертай Қуанышев. Біз CSS сабақтар сериясын жалғастырамыз. Енді дәл осы сабақта мен осы көптеген веб-сайттарда қолданылатын float деп аталатын арнайы CSS тегті көрсетемін, CSS кодты көрсетемін. Енді оның қандай қызмет атқаратынын бірінші айтпас бұрын оның қолданылу аясы туралы айта кетейік. Мысалға алатын болсақ, менде дәл осындай мысалға блог бар. Мына жерде негіз контент орналасқан, негіз және мына жерде сайт бар дейді. Программистердің тілімен айтқанда сайт бар, мына жақта орналасқан, және контент мына жақта. Енді мынаны мына жаққа орналастыру үшін float деп аталатын арнайы тәсіл қолданылады. Енді сонымен тәжірибе жүзінде жұмыс жасайық. Енді қосымша дәл осындай ресурстар бар, қазір ол туралы айта кетемін. Енді мысалға бізде мынадай код ашып қойдым. Міне дәл осындай тек қана мына жерден 3 блок аштым. Бірінші контент 1, контент 2 және контент 3 деген. Және CSS-ке әрқайсысына жеке көлем жазып қойдым. Мына float дегенді алып тастап бірінші қалай жұмыс жасайтынын көрсетейін. Егер біз мынаны алып тастайтын болсақ, мына жерде былай орналасады. Ал кейбір сайттарда мысалға бір блок былай тұрады, бір блок былай тұрады. Мысалға біз мынаны былай жібергіміз келді, оны қалай істейміз? Ол үшін float деп аталатын арнайы тәсілді қолданамыз. Ол үшін мына жерге жазамын float, яғни мына контент 1 деп отырғанымыз, міне мынау контент 1. Контент 1 float left. Яғни left деген сол жақта. Не көріп отырғанымыз, яғни мынау көрінбей қалады, себебі мынаның астына түсіп қалды. Енді контент 2-ні аламын, яғни контент 2 мына қызыл float right. Және бұл оң жаққа кетеді. Міне дәл осылай. Және контент 3 мынаның астында қалып қойды. Мысалға контент 3-ті мына жаққа жібере салуға болады. Мысалға float right деп жазатын болсақ, ол мына оң жаққа кетеді. Не оң жаққа кетті, дәл осылай. Яғни мына жаққа кетті, мынау оң жаққа кетті, мына жақта тағы бір блок болғандықтан ол автомат түрде мына жаққа кетті. Дәл осылай. Енді бірақ кейбір жағдайда мынадай мәселе болады. Соны қалай шешеміз? Мысалға контент 1 мен контент 2-ні жібердік былай, бірақ контент 3 мына жерде көрініп тұру керек. Бірақ ол көрінбейді. Оны қалай көрсетеміз? Енді CSS-те бұл істейді, бірақ мынау қызыл оның үстіне шығып кетті. Мынаның астына шығару үшін арнайы тазалау жұмыстарын жасайды. Яғни тазалағанда clear fix деп аталатын арнайы тәсіл бар. Мына жерге ол үшін мен қайтадан класс ашамын. Енді clear деп кез келген атаумен жазуға болады, бірақ дәстүрлі түрде clear fix деп жазған дұрыс. Clear fix деп жазамын. Және мына жерге clear fix кластың аты clear fix. Және мына жерге clear, яғни тазалау boss. Осылай жазамыз, артық ештеңе жазбаймыз. Енді мына жерде қарайтын болсақ істемей тұр, себебі мен мына жерге атауын қате жазып жібердім. Clear fix. Енді міне көріп тұрғанымыздай дәл осылай. Яғни мынаның астына түсті. Мына жаққа кетті, мына жаққа кетті, мынаның астында тұр. Яғни сайтты беттегенде бұл өте көп қолданылады, сондықтан міндетті түрде тәжірибе жүзінде көбірек жұмыс жасауыңыз керек. Енді мына жерде қалай жұмыс жасайтынын көрсетейін. Мысалға мына екі бөлікті алады, және мына жерде мынаның үстіне шығып кетпес үшін мына жерден бастап тазалау жұмыстарын жасайды. Және мынаның астында тұрған барлық кодтар осының астына кетеді деген сөз. Міне дәл осылай. Ал егер ол мынаның үстіне кететін болса, мысалға былай жарайды. Мысалға мына жерде бұлай жасайтын болсақ, мысалға мынаны 3 деп жазатын болсам, ол астасына түспейді, мынаның астына түсіп кетеді деген сөз. Сондықтан міндетті түрде осы clear fix пен жұмыс жасауды білуіңіз керек, себебі көптеген веб-сайттарда бұл float пен clear деген өте көп қолданылады. Енді осымен CSS бойынша сабақты аяқтаймын. Келесі сабақта кездескенше.